Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Мен Тараз қаласы нөмірі 40 гимназияның қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Алтынбекова Мадина Жүнісбек қызы. Жаңа сабақты бастамас бұрын үй тапсырмасына кезек береміз. Жеңіс үшбұрыш әдісі бойынша үй тапсырмасына берілген сұрақтарға жауап беретін боламыз. Дескриптор бағалау критерийлері таныстырылады. Бұл тапсырма топтық жұмыс бірінші, екінші, үшінші қатар отырады және берілген қима қағаздардағы сұрақтарды құрастыратын болады. Сұрақтарды құрастырған кезде арғы бетінен сурет шығады. Жалпы бұл тапсырма оқушылардың ойының ұшқырлығын, ойының жылдамдығын, тезірек ойлап табу, сұраққа жауап беру қабілеттерін арттырады. Әр топ өзіне берілген сұрақ бөліктерін құрастырады, жауап береді және оқып шығады. Оқыған соң топтар өзара бір-бірін бағалайтын болады. Топтық бағалауда сұрақтардың дұрыстығы тексеріледі, бір-біріне пікір білдіре отырып бағалайтын болады. Тапсырма дұрыс болған жағдайда ду қол шапалақ әдісі арқылы кері байланыс беріледі. Тапсырма тексерілген соң келесі бетіне аударатын болады. Сұрақтар мен жауаптарын сол кезде мынадай суреттер шығады. Әр топта әртүрлі сурет шығады. Бұл суреттер біздің бүгінгі тақырыбымызға байланысты. Осы жерде ой қозғау әдісі бойынша сұрақтар жүргізіледі. Суреттегі кейіпкерді танисыңдар ма? Бүгінгі тақырыбымыз қандай болмақ? Бөлім спорт туралы болғандықтан оқушылар өз ойларын ортаға сала отырып тақырыпты болжайды. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбын анықтап алдық. Ел намысын қорғаған Бақтияр Артаев. Осы тұста Бақтияр Артаев туралы оқушыларға тың мәліметтер түсіндірілетін болады, ақпараттар беріледі. Тақырыбымызды анықтап алған соң оқу мақсаттарына кезек береміз. Бүгінгі сабағымыздың мақсатын оқушылармен бірге бірлесе отырып анықтайтын боламыз. Оқушылар күнделікті сабақ мақсаттарын қоюға дағдыланған, сондықтан өздері анықтайтын болады. Мен көмек ретінде тақырып бойынша үйренген сөздеріңізді қолданасыздар, мәтінде көтерілген мәселені байланыстыра отырып жауап бересіздер деп толықтыратын боламын және жұмыс түрлерімен таныстырамын. Жеке, жұптық, топтық жұмыс түрлері және өздеріне сай бағалау критерийлері жүргізіледі. Өзін-өзі бағалау парағы, жұптық бағалау өзара және топтық бағалау пікір білдіру комментарий әдісі бойынша. Сабақтың соңында жетістік шыңына жету керекпіз. 18 ұпай жарайсың, 7-6 ұпай жақсы, 5-4 ұпай орташа және ары қарай талпын ынталандыру сөздерімен жалғастыратын боламыз. Жаңа тақырыптағы жаңа сөздермен танысамыз. Олар жеңімпаз, победитель, жүлде, приз, жігер, сила, упорство, озу, опережать. Шаршы алаң, ринг, екі дүркін, двухкратный, бағыжанды, фразеологизм, сопутствовала удача. Күнделікті дағдыланған жұмыс түрі бойынша мұғалім оқиды, оқушылар қайталайды және сөйлемдер құрайды. Бағалау критерийі: сөйлем толық құралды 2 ұпай, жартылай құрады 1 ұпай, құрай алмады 0 ұпайды құрайды. Сөздікпен жұмысты бекіту мақсатында ұшқыр ойлы жеңімпаз деген жұптық жұмыс жасалатын болады. Тапсырма қадамдары: сөздерді синоним суретімен сәйкестендіреді, дескриптор сөздерді синониммен сәйкестендіреді, суретімен сәйкестендіреді. Бағалау критерийі бойынша 7-6 дұрыс жауап 3 ұпай, 5-4 дұрыс жауап 2 ұпай, 3-2 дұрыс жауап 1 ұпай, ары қарай 0 ұпайды құрайды. Тапсырма жұптасып орындалады. Тапсырманың берілуі: сөздер, сурет, синоним. Ары қарай жұптар өзара бір-бірін бағалайтын болады, жауаптары экранға көрсетіледі. Оқушылар өзін-өзі бағалау парағына ұпай сандарын белгілеп отырады. Әр тапсырманың соңында кері байланыс жүргізіледі. Мұғалім мен оқушының арасында қиын болған тапсырма түрі немесе қиын болған сұрақ. Мәтінмен таныспас бұрын оқылым алды тапсырма жүргізіледі. Жеңіс пе әлде жеңіліс пе? 5 сөйлем беріледі. Осы 5 сөйлем құрамындағы сөздер адасқан. Осы сөздерді дұрыс орнына қойып, сөйлемдер құрастыру. Бұл жеке жұмыс түрі. Дұрыс құрастырылған сөйлемге 1 ұпай беріледі. Оқушылардың жауабына қарай экранға дұрыс нұсқасы беріліп отырады. Бақтияр Артаев халықаралық спорт шебері деген сияқты. Жауап берген оқушылар өз ұпай сандарын өзін-өзі бағалау парағына белгілейді. Оқылым мәтінмен жұмыс жүргізіледі. Оқушылар мәтінді тізбектеп оқиды. Соңында мұғалімнің сұрағына жауап береді. Мәтіннің мағынасын ашу мақсатында мәтін не туралы, мәтіннің негізгі ойы қандай, мәтінде кейіпкер кім деген сұрақтар қойылады.
Әрбір дұрыс жауапқа белсенділік танытқан оқушыларға бір ұпай қойылады. Оқушылардың мәтінді түсінгенін анықтау үшін сұрақ-жауап жүргізіледі. Рингтегі қолғаптар әдісі бойынша оқушылар сұраққа жауап беретін болады. Әрбір дұрыс жауапқа 2 ұпайдан беріледі. Оқушылар берілген тапсырманы орындау үшін рингтегі 7 қолғаптың біреуін таңдайды және сол жерде берілген ақпаратты мәтіннен тауып айту керек. Әрбір дұрыс жауапқа 2 ұпайдан беріледі. Егер жауап бере алмаған жағдайда келесі оқушы жауап беруіне болады. Осылайша оқушылар рингте сайысқа түсетін болады. Кім көбірек дұрыс жауап береді, сол көбірек ұпай алады. Экранға берілген сөздер бойынша мәтіннен ақпаратты тезірек анықтайды. Тапсырма соңында мұғалім кері байланыс жүргізеді. Оқушылардың ұтымды жауаптарына, ойының ұшқырлығына қарай мадақтама арқылы. Оқылымнан кейінгі тапсырма. Оқушыларды шығармашылыққа баулайтын соңғы тапсырма болып саналады. Тапсырма қадамдары: жеңіске апарар жол тақырыбы бойынша мәтінде берілген мәліметтерді, суреттерді қолданып, мәтінде көтерілген мәселені шынайы өмірмен байланыстырып, өз ойын ортаға салу. Яғни бұл топтық жұмыс. Оқушыларға суреттер беріледі және тапсырманың талаптары қойылады. Тапсырма талаптары: тақырып бойынша суреттерді, мәліметтерді негізге алу, жүлдегердің А нүктесінен Б нүктесіне қалай жеткенін дәлел келтіре отырып өз ойын ортаға салу, мәтінде көтерілген мәселені шынайы өмірмен байланыстыра отырып өз ойын ортаға салу. Оқушылар қойылған талаптарға сай ақтық мәре әдісі бойынша өз пікірлерін білдіре отырып, қиялдарына ерік беріп жауап беретін болады. Яғни, Бақтияр Артаев А нүктесінен Б нүктесіне дейін жету үшін қандай жолдардан өтті? Оны жеңіске апарған қандай жол? Осы тақырып, осы сұрақтар аясында жұмыс жасайтын болады. Топтық жұмыс барысында оқушылар өзінің жұмысын тақтаға шығып қорғайтын болады. Қорғау барысында әр топ өзара бір-бірін пікір білдіру комментарий әдісі бойынша ұнаған жерлері немесе қосатын ұсыныстарын айтып бағалайтын болады. Мұғалім тарапынан да кері байланыс жүргізіледі. Осылайша біз Бақтияр Артаевтың жеңіс жолын талдаймыз. Сабақтың басында қойылған мақсатқа жеттік пе деген сұрақ оқушыларға қойылатын болады. Оқушылардың жауабымен бірге мұғалім өз жауабын бекітеді. Оқушыларға өзін-өзі бағалау парағындағы ұпай сандарын санау тапсырылатын болады. Ұпай сандарын санаған соң бүгінгі сабақтағы бағаларын айтады. Келесі сабаққа үй тапсырмасы беріледі. Одан соң додекаэдр әдісі арқылы сабаққа кері байланыс жүргізіледі. Сабақта саған не ұнады, не қиын болды, нені білдің, қандай ақпарат есіңде қалды? Назар қойып қарап тыңдағандарыңызға рахмет.